Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен алма пирогының рецептімен бөлісетін боламын. Рецептті описаниеда қалдырамын. Видеомды соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Өте керемет, өте дәмді болатынына сенімдімін. Жасап көріңіздер. Бізге керекті заттар: жұмыртқа, қант, сары май, қопсытқыш, ұн, туралған алмалар және кесілген алма да қажет болады. Ыдысқа жұмыртқа мен қантты салып миксерлейтін боламыз. Жұмыртқа мен қант ағарып көпіршіктенгенше миксерлейтін боламыз. Үстінен сары майымызды құйып араластырамыз. Енді ұн мен қопсытқышты араластырып аламыз. Ұнымызды аз-аз мөлшерден салып миксерлейтін боламыз. Біздің тестамыз міне осылай болып шығады. Туралған алмаларды салып жақсылап араластырамыз. Тестаны осындай формаға құятын боламын. Астына пергамент қағазын қойдым жабыспас үшін. Міне осылай құйып шықтық. Пирогтың үстіне кесілген алмаларды осылай қойып шығамын. Қойып шықтық. Печкамызда 45-50 минуттай 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Біздің пирогымыз пісті. Піскенін таяқшаны тығып көру арқылы білетін боламыз. Пирогтың бетін осылай қант ұнтағымен әсемдейтін боламын. Міне мен пирогым дайын, жұмсақ, өте дәмді болып шықты. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған мен Мадина. Қош сау болыңыздар.